О, Мгм. бұда запись болады ма не? Иә, мен қостым ғой. Қосып қойдыңыз ба? Мгм. Молодец. Как вы? Шүкір, жақсы. Можно запросыңызды шешсек болады. М, Бұл кеше не айтылды? м, Арқан пока ешқандай запрос жоқ дейінші, бірақ та маған екі кісі әлі жазып жүр. Кеше кісіге былай жауап бердім, қараңызшы. Қазір көрсетемін. Бұл кісі маған алдында бір қызыққан разговорға шақырғам. Сол кезде ақшам жоқ деген, кредитте отырдым деді. Сол кезде осы кредитте отырмын деген болды, мен қалай жауап керектігін білмегенмін. Потом бұл Мгм. кісі айналып бәрібір келді маған. Сосын мен айттым, бұл кісі айтты маған, бір клиентті сындырып жатырмын сізге. Мен сізден запустың білімін алсам и сол кісіге мен запуск жасасам дейді да. Мен айттым типа вообще круто дедім, екеуіңіз бірақ келсеңіздер 300 000 теңгеге бере аламын екеуіңізге дедім. Ол кісі айтты жоқ, мен тек қана бір кісіге сол 500 000 теңге төлеп жеке сізден оқығым болса келгім келеді деді. Сосын айттым кайф дедім, 500 000-ға келсеңіз от и до я бір ай қасыңызда жүремін дедім, давайте сатыңыз идеяны дедім. Ана кісі иә деп берді. Потом айтты, ана кісі бірақ ойланып тұр екен деді, осы семейде біздің таныс бір эксперт бар, ол кісі қазір Аида Ерғалықызы деген сіздің тоже оқыды ғой, білесіз ба, Аида ханым. Мгм. Анымша сол кісімен бірге Вьетнамға барады екен. Мен тоже клиентім, ол кісі Айнұр деген. Семейде де тоже. Айнұрдан бірақ обучение аламын деп ол кісі отыр дейді. Мен айттым, иә, Айнұр күшті эксперт дедім, но ол кісіде жеке оқыту жоқ дедім. Ал мен прям 10-30-70 миллион запустардың секретін ашып, сіздерге чудо ұстатамын ғой дедім. Еще прям состояние мышления жағынан сұмдық білім аласыздар дедім. Бесіне дейін ол точно алмайды деп айттым еще. Ана бесіне дейін ойланып жүр деп жаңа жауап берген да. Ойланамын десем, менде уже 2 орын сатылып кетейін деп тұр. Енді 1 орын қалды дедім. Потом мына кісі иә күшті, анау мынау, ондайша давайте кездесейікші дейді, ана қайтадан разговор етейікші дейді да. Мен айттым иә әрине дедім. жансая ханыммен разговор жасап отырмаймын дедім, маған осознанно келу керек дедім, менің білімім құнды дедім. Потом жарайды онда сізде солай ма деді. Сосын болды, сол жерден өшті ғой. Мен білмеймін, разговорға шақырғым келген жоқ, честно. Еще саласы тендер да, маған мен қызықтырмайды тендер саласы. М. Мгм. Содан кейін білмеймін, мына жерде мен кінәлімін ба, может солай болу керек па, білмедім. Сосын осы суббота күні бір кісі 30 000 теңге лақты, ой, 50 000 теңге предоплата жіберемін дейді. Осы суббота сосын тағы 2 кісімен кездесемін. Сол. Ол клиенттерді күтпейсіз ғой енді. Күтпеймін, ешкімді күтпеймін, честно айтайын сізге, ешкімді күтіп жүрген жоқпын. проекттерді для своего кайфа салып жүрмін. Барлық осы сізден алған білімнің барлығын ойбай ақша тауып кету керекпін деп салып жүрген жоқпын да, біреу үшін емес. Ештеңені иемденіп жүрген жоқпын да, просто қандай күшті білім, новый білім деп. Может андай бір уақыт болар, сол кезде мен прям андай потогым ашылып жарып кететін кезде ше, может деймін да. Сондай кезде болатын шығар деп үміттенемін. А так мен андай жоқ, осы обучение кезінде ойбай мына кісіні выжимать етіп алып сатып тастау деген ондай қазір чувство жоқ менде. Олай істеуге болатын еді, бірақ та білмеймін. Менің ондай нем болмай тұр, ниетім болмай тұр да. Көрініңді бүйтіп дожимать еткім келіп тұрған жоқ, білмеймін. Сол дұрыс істеп Хорошо. жатырмын ба, Четко жауап қате бергенсіз. істеп жатырмын ба, қалай Мощно жауап ойлайсың? бергенсіз. Ау, Дұрыс істеп жатырмын ба негізі? четко жауап бергенсіз. Мхм. Андай Бірақ шулап отырғым келмейді уже ше. Мысалы қараңызшы, Жанар ханым, мен алтынтек осы тегін разборға келген кісіге, ол кісі тек қана медицина дейді да былай. Мен айттым, қайдағы медицина, сіз мгм, патолог анатомсыз, патолог анатомдағы больдарды сал дедім. Мысалы мынандай бір рилс сал дедім, карусель пост. Типа каждый суббота воскресенье сайын бір кружка пива деп кетіп моншаға барып өліп қалма деген секілді сондай бірдеңелер сал дедім да. Нақты аш дедім клиниканы. И солай ол кеше бір рилс салған, ол рилс 600 мыңға кетіп бәленбай кісі тіркеліп 2 мың подписчик жинап жатыр, ойлаңызшы. Жай ғана айта салдым, мен болды, көрдіңіз бе? Оның бәрін мен көрсетпеймін, вот көрдіңіз бе? Поэтому мен уверенно айта аламын да, менің эксперттігіме кел деп. Мен саған барынша беремін, өзімде не бар соны беруші қатарынан боламын, соны барынша. кейс қылып айттыңыз ба? Айтқан жоқпын әлі. Бүгін менде продажа болып жатыр сториста, сосын айтамын. Тағы бір кісі бар, психолог, ол кісі де до этого тек қана мастер класс сатып Ә, қояды да отыра береді да, уже осымен 8 адамға сатты, ойлаңызшы, терапиясын 50 000 теңгеден, семейде тоже. Оның бәрін айтқан жоқпын мен. Сіз көрдіңіз ба, мен просто андай біліміме сенімдімін, Жанар ханым, түсінесіз ба? бірақ та андай маған адамдар мгм. өздері келсінші деп тұрмын да, андай олар дожимать еткім келіп тұрған жоқ, оларға сатқым келіп тұрған жоқ ше, бір осознанно келген қалап тұрмын, түсінесіз ба? Сондай чувство менде ше. Күшті. бүйтіп олармен Дұрыс бүйтіп қой, отырғым мен келмейді, дәл честно айтайын. сондаймын ғой. Мгм. Сол үшін маған келіп тұрсыз ғой негізі. Иә, вот көрдіңіз бе, мен сізді Вот наставничество енді, беріп енді қойдым. вот алла қаласа. Мгм. А, енді ол кісілерге дожимать етуді, прямой дожимать етпейсіз ғой. Мгм. Дожиманияны именно дожимды неде жасайсыз ғой, сториспен, Мгм. рилста. Мгм. Қалай?
Сторис пен рилстар жасайсыз ғой, даже ұйымды оларға. Сторис пен рилста, иә? Который two эксперт деген дажим ғой негізі. Екі эксперт алып аласыз да болды, сол екеуіне сатуыңыз керек. Бана оплата жасаймын деп отырған екі экспертке қалай олар оплата жасауды тездетсем болады, сол сұрақпен шығуыңыз керек қой сториске. Стористе вообще коуч болмайсыз. Продажа ашатын күні бүгін КЦП деген сабақ үйретіледі. КЦП-ны өткенде де айттым ғой. Білесіз ғой КЦП не екенін? Иә, конечный цель продукта, иә? Иә. И КФУ деген нәрсе болады. Осы екі техника. Бүгін негізі сол 25 миллион коучингтағы 25 миллионды тапқан полностью барлығын ашам деп едім ғой, который техниканың барлығын сол жердегі ше. Бірақ до этого қаншаны айтып тастадым да сіздерге. И получается 14 техниканың уже 7-8 айтылып кетсе, аз бір 6-ма қалды да, бүгін 2-ін айтамын соның ше. Ол жерде Әсия ханым қосылмай ма екен? Қосылды ғой. Қосылды ма? Иә, ол кісі отыр, қолымда отыр. Окей. Вот КЦП-ны былай қолданасыздар ғой. Бір жерге жазып қоясыздар тағы да. Конечная цель продукта. Өткендегі айтқандай. Бүгін өздеріңіздің продуктларыңызға практика жүзінде болады қазір. Сәл 20 минут, либо 10 минут практика. Продуктының аты постоянно продукт естеріңізде болсын. Міндетті түрде менторлықтың аты керек. Менде сондай да. Менторствоның өзі аты бар менде. Жеке менторлықтың өзін, жалпы менде менторлықтың аты бар да. Мысалы, белгілі бір уақытта менде скачок деген аты болды. Ол сіздерді қатты жеке брендтарыңызды шығаратын нәрсе, именно аты. Мысалы, сіз не деп қойған едіңіз? Доктор запуска. Вот, доктор запуска. Мощно. Вот тура сол сияқты запускқа қатыс. Мысалы, онда менің өткендегі айтқан нәрсе сізге қатысы болады екен ғой, который егер запусктағы или продажадағы проблемаңды шешпесең, рак ауруына ұшырағандай боласың ғой деген сияқты ше. Иә. Сондай сияқты именно аурулармен қатыстырып көп шығаруыңыз керек. Уникальностіңіз доктор болғаныңыз болып тұр ғой. Вот КЦП деген нәрсе де сол. Нәтижесінде рост беретін КЦП-лар ше. Қазір мен бір продуктымның КЦП-сын айтып шығайын. Сұмдықта енді КЦП деген ше. Естеріңізде болсын, КЦП үнемі бүйтесің деген бұйрық раймен біту керек. Потому что олар, то есть мысалы, менің доктор запуска продуктыма келетін болсаң, нәтижесінде 15 миллион әкелетін саған техниканы аласың. Продуктыға келетін болсаң, әркімнен көшіріп, мен көп жазамын осындай нәрсені, әркімнен көшіріп, скриндап, оның ішінде, КЦП-ның ішінде әртүрлі бөлдар қозғалу керек. Мысалы, Әсия ханым сізге де, жаңа сөйлемді аяқтасайын. Әркімнен көшіріп, скриндап, көптің бірі болатын эксперт болмайсың. Барлық эксперттерден ерекше болатындай уникальностіңді ашасың, уникальный продукт шығарасың деген сияқты шандай. Уникальный воронкалармен жасайсың деген сияқты ше. Либо нандай да, продажа, мысалы мен көп айтам, маған келетін болсаң, либо окей, маған келетін болсаң,
вот менің шәкіртіме 25 миллион әкелген 14 техниканы аласың, осындай техниканы аласың деген сияқты ше. Сосын мысалы әдемі сөздер қолдану керек та. ChatGPT тоже пайдаланыңыздар. Маған КЦП түрлендіріп, күшейтіп, ChatGPT-ге де дұрыс сұрақ қоя алуларыңыз керек. Күшейтіп дегенді міндетті түрде қойыңыздар. Эксперттердің болын күшейтіп, КЦП жазып берші десең, жазып береді ол. Дәл қазір соған практиковать етеміз. Мынау дұрыс, осы дұрыс емес деген сияқты мен сіздерге айтып түзетіп беремін. Окей, как ментор сияқты уже кері байланыс беріп тұрмын. Вот егер сондай ащы бойларына тиіп айтамын дейтін болсаңыздар, әр менторға барып, қайсы екен деп жүрмейсің, сен уже маған келгеннен бастап қымбат чекке сатып бастайсың дегеннің өзі қатты әсер етеді. Арзан ментор іздемейсің деген сияқты шандай сың деген сияқты солай бітеді да. Сосын КЦП-да маңызды рост беретіндей, картина беретіндей, оның бойына тиген кезде де то есть андай жертва болып жүрмейсің деген сияқты емес та. Мысалы Асия ханым сізде ше? Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсымын, рахмет. Бүгін тағы офлайн кездесіп 200 мыңға саттым. Еще 21 мың ертеңге тренингке уже оплатасын жасады. Бүгін 26 мың түсті счетқа. Еще жоқ, 36 мың түсті счетқа бүгін. Уақиға сүресін күнде қалдырмаймын. 200 мың офлайнға сатып жібердім. 50 мың теңге жіберіңіз, майдың 15-іне уже бастаймыз дедім. Жақсы жіберем деп кетті. Ертеңге Алла қаласа тренингте мен уже өзімді сатайын деп отырмын енді. Алла қаласа. Сол менде продукттың аты жоқ екен, жаңа ойланып отырмын. Онда вообще жоқ екен ғой менде деп. Любой продуктыңызға ат қойып бастайсыз. ChatGPT-мен дос боласыз. Қандай ат ұсынады, аттың өзі сіздің жеке брендіңізді шығарады да ол ше. Поэтому маңызды, қатты маңызды. То есть кішкентай продуктыңыздың болса да аты маңызды. Жақсы, ертең офлайн түрде тренинг болады. И ол кісілерге енді сетевойда болғаннан кейін наставничествоны жасатқым келеді, терапияны жасатқым келеді бір айлықты да. Соны бүгін сізбен ақылдасайын деп едім ғой. Олар терапияға келеді. Иә, сразу менторлыққа SEO маркетингтегілер, ойбай, олар ондай емес. SEO маркетингтегілер наставничествоны ала қоюы екіталай. Бірақ лидерлерді можно менторствоға. Бірінші жылтасы ғой тоже, ол жердің өзінде көп нәрсе айтасыз, потом терапияға. Бір ғана терапияңыз сатасы өткендегідей, тура өткендегідей. Жақсы, сол терапияны спешл деп айтасыз ғой, сіздерге арнайы баға деп ше. На самом деле менің, сіздерге арнайы баға, если что деген сияқты қалдырып қоясыз, прямой сатпайсыз. Аналардың бәрі пұтыр етіп ше, келу керек сізге. Дәл қазір менде қабылдау болып жатыр, мен көріп тұрғандарыңыздай беременнаямын, менде уже ыңқылдап үйтіп жатырмын, вот соны пайдалануыңыз керек та. Поэтому мен көп адам ала алмаймын. Мен өзі 10 адаммен дәл қазір осы апта 10 адамға уақыт бөліп жатырмын деген сияқты ше. Вот сіздерге вот қазір қалғаны осынша орын, біразын қабылдап қойғанмын деген сияқты әдемі сату ғой, в общем. Сатпай сату. Айтасыз соңында қанша мың теңгелік деп айтасыз? Білембай мың теңгелік. Бір айлық терапиям демен 300 мыңға көтердім. Бүгін бір қызға спрос болды. Айттым, бүгін бір айлық терапиям 300 мың теңге бөліп төлейінші деп, 100 мыңнан бір ай біткенше деп. Айттым, мен оплатаны 100% қабылдаймын, ханым. Оплата 100% болғаннан кейін мен өзімнің трансформационный терапиямды тегін беремін дедім. Сөйтедім, одан кейін ол қыздан ответ болған жоқ зато мен 300 мың деген аузымнан шығып айттым. Бір жаны ол маған үлкен плюс болды.
Мощно. Уже сіз триггерді қолданатын болыпсыз, молодец. Мгм. Вот А, 100% қазір оплата жасайтын болсаңыз, сразу осы терапиямды беремін. Ол терапиям менің жеке өзімдікі фишкам, жеке фишкам. То есть ол менің секретім дегенше, секретный деген сияқты нетсеңші, ол қызығу керек оған ше. Түсіндірсіз ба? түсіндім, иә. Егер Алла қаласа, мысалы 300 мыңның орнына дәл сіздерге арнайы бағамен 250 мың теңге дейін ба? Мгм. Қателеспеңіз, олар сізді жаңадан көріп тұр. Ол жерде жаңадан сізді әлі танымайды, сол жерде ғана таныстырып тұр сізді. Оларды мен сізге дайын воронка айтып едім өткенде. Қанша мың теңге тұрады бір терапияңыз? Бір терапиям 60 мың. Сол көтересіз ғой, 150 мың теңге тұрады. Бір терапияң 150 мың теңге тұрады. Ал сіздерге 150 мың теңгелік терапияны 30 мың теңгеге беремін деп ше. Сөйтесіз да 30 мың теңгеге бір терапия жасап бересіз. Сол терапияның ішінде сатасыз ғой, жаным ау. Сол терапияның ішінде айтасыз, сізде мен көріп отырмын, мынау өте көп больдар бар, травмалар бар. Қазір біз бір ғана травмамен жұмыс жасадық, и то ол толық жабылмады. Сіздегі бұл запросты жабу үшін реально мынанша терапия керек. Хотя бы 2-3 терапия керек. То есть терең, глубокий терапия керек болып тұр сізге деген сияқты ше. Бетін сипайтын терапия емес деп та. Сол кезде ол қанша тұрады деген сияқты ол адамнан сұраныс болу керек. Сонда сіз мияса бересіз ғой, түсіндірсіз ба? Екеуін де сатып көріңіз онда. Әсия ханым, сторисін сатып жатсыз ба? Бүгін шықтым сториске тек қана. Молодец, круто. Сізге жақсы болсын. Күшті болып отыр, иә? Иә, 800-ге саттым, 1.500.000-ге сатып жібердім деген ше. Супер. Күшті естіліп отыр ғой. Күшті естіледі, иә. Бүгін яғни кәдімгідей сенімділік пайда болды да. Неге мен қорқуым керек, неге мен бұларды спасать етуім керек, неге адамдар өздерін спасать ету керек қой, мен Құдай емеспін, Алла емеспін деп сондай бір уровеньге шыққаныма қуанам қатты. Өте күшті. Бүгінгі тақырыбымыз осы КЦП. Жаңа Әсия ханымға оралып жатыр едім ғой. Сіз КЦП жазатын кезде именно психология жағынан жертва болып жүре бермей үйтесің, былай шығасың деп өзіңізді пихать ету емес, КЦП пихать болып кетпеу керек. Четко ясно, как оффер сияқты құралу керек. 10 күнде, вот маған келетін болсаң, 10 күнде қарзыңды жабасың. Вот егер мен спринтқа шақырып жатсам ше, 10 күнде қарзыңды жауып, маған төлеген сумаңды бір-ақ сабақтан ақтап аласың. Мощный КЦП ма? Тура сол сияқты ғой, күрделі ғып ішіне цифрларды қосып тұрып жасау керек. Оффер мен КЦП бірігу керек. Бір жерге жазып қойыңыздаршы, оффер мен КЦП бірігу керек. То есть офферде не айтылады? Боль айтылады ғой. Вот. Боль, цифр, КЦП. Үшеуі бірге айтылса, это мощно. Ана адам алмай қоймайды ғой. Сосын КЦП айтатын кезде мынандай. То есть жалпы продуктыны ұсынатын кезде только КЦП мен ұсынасыздар. Программасын айтып, мынандай программа болмайды. Сатуда естеріңізде болсын. Ақшамен, то есть Алламен байланыс емес. Хаустан шығып, качеля состояниеден құтылып, наконец-то Алламен терең байланыс жасайтын боласың. Вот это КЦП.
ыыы терең дегендерді бояп қою деген сияқты ше, әдемі келтіру керексіздер ғой ключевой сөздерді міндетті түрде. Вот мысалы қандай продукт бар, сол продукттың мынандай керек емес та, ақшамен ақшаны, то есть ақша блогын шешу. Что за тақырып? Итте битте жаза беретін тақырып ол. Адамдарға уже четкость керек. Осындай, мысалы, не үшін реквизит деп жаз, либо не үшін осындай сөзді жаз, WhatsApp-қа өт деген ссылкаларды не үшін беріледі? Это уже call to action бар. Мына КЦП-да тоже call to action бар. Үйтесің, бүйтесің деген. То есть қазір адамдарда өте көп білім бар, өте көп кім ерекше ұсынысты жасайды, соған ғана бұрылады да. Кім өзін, то есть запроспен атап тұр, соған ғана қарайды деген сияқты ше. Поэтому ана больмен сату дегендерді миларыңыздан алып тастайсыздар да. Именно больді да қосып, бәрін қосып сатасыздар, күшейтесіздер. Именно қазір сондай не болып тұр. Инфобизнесте ше, сондай кезең болып тұр. Барлығы оқып шаршап кетті. Тура осындай айтуға болады. Уже білім ала беріп шаршап кеткен состояниеңнен, не істеймін деген состояниеңнен четко жүйе құрып шығасың. Саған керегі осы ғой деген сияқты астына қойып ше. Можно сондай. Можно былай. Просто тақырыпты қойып, продукттың бір тақырыбын қойып, бір аптадағы бір программаны қойып, астына КЦП елешім. Дәл осы сабақтан, дәл осы тақырыптағы сабақтан не аласың, нәтижесінде не аласың деп жазып астына. Вот контентке идея көп, бірақ жасай алмай жатырмын деп отырмайсың. Сразу практика жасап, аудитория, то есть 10 аудитория жинайтын боласың. Четкость па? Четкость. Дәл солай. Өте көбейту керек. Оффермен құрастырып, цифрлар. Сосын КФУ деген. Әркімнің өзінің КФУ болады. КФУ не екенін білесіздер ма? Ключевой фактор успеха. КФУ. Это мощно. То есть, мысалы, бұл сіздің именно ключевой факторыңызда успехадағы, то есть, сіздің жеңіске жеткен кездегі ключевой фактор успехаңыз. Қазір мысалы сізде, Асия ханым, сізде сол нәрсе келе жатыр. Именно успех келе жатыр да сізге. Соның ключін тауып алыңыз. И сол состояниені постоянно ұстап жүруіңіз керек. Алла тағала сізге дәл қазір Аль-Фаттах есімімен жеңіске жетуші деп жеңіс беріп тұр, успех. Сол жердегі Алламен байланыс па, бір ключевой бір нәрсені ұстап алыңызшы, факторды. Мысалы, менің ключевой факторым, мен қанша 900 мың теңгеден сатып көрдім, скидкамен 350 мың теңге жарысын төлей берсең де болады деп сатып көрдім, предоплатамен қабылдаймын, окей деп жалынып сатып көрдім. Болған жоқ па? Мен когда уже бәрінен шаршап кеттім, 3 ай ешқандай өткен жоқ менің менторлығым, мен сосын айттым ғой, бұл мен тек қана 1,5 миллионмен қабылдаймын. Толық сумамен 1,5 миллионмен қабылдаймын. Бұл менің ключевой фактор успехым. Мен настолько солай құндығып болды деп қатып тұрып алдым өзім приоритетінде. Сол менің ключевой фактор успехым. Содан қымбат чекпен мен үнемі өсемін. Миллиондарды тез жасаймын. Ал мен майда чекке түссем, слишком выгорание менде. Құнсыз санаймын өзімді, уже құнсыз санап бастаймын да, андай бір уақытым, энергиям кетіп жатқан сияқты. Өшем сол жерде. Енді бұл не үшін керек ключевой фактор успеха? Әркімнің ключевой фактор успехасы әртүрлі болады да. Қай кезде сізде рост тез басталып кетті? Соны ұстап алу керексіз. Мысалы, мен қазір не үшін ментор алмаймын? Да, на самом деле, не үшін ментор алмаймын? Өйткені мен осы ключевой фактор успехамды әлі ұстап келе жатырмын, қымбат чекпен сатуды ше. Можно было бы
арзанға либо андай масштабный сатам деп вебинармен басқа чектарды сатып жүрсем болатын еді ғой, 10 миллион жасау үшін, 20 миллион жасау үшін. Нет, мен осыны ұстап келе жатырмын. Өйткені мені өсірген осы. Жеткілікті сол білім ше. Слишком жеткілікті. Сол құндылық. Сізге успех беріп тұрған құндылық жеткілікті. Енді дәл қазір жауап беріңіздер. Кімде қандай ключевой фактор успеха бар? Алламен байланыс тоже. Мысалы, сіздің Алламен байланысыңыз күшейіп кетті да, дәл қазір осы сабаққа келгенде, иә, сіздерде. Менің КЦП-м қалай дейді? Окей, қазір КЦП-ға ораламыз қайтадан. Чтобы сіздерге не істеу үшін ше? 20 минут уақыт бөлуіміз үшін ше, түзетіп беруіміз үшін. Қазір КФУ айтсаңыздар. Так, менікі ең біріншіден Алламен байланыс. Шынына келгенде мен Аль-Фаттах, Ар-Разақ, осы есімдерді қайталап жүрмін, және Фатиха сүресінде бүгін тоже. Бүгін 10 рет айтқан шығар Фатиха сүресін, Уақиға сүресі барлығын қосып жүрмін, комбо қылып. Сосын мен өзімнің бағамды көтергеннен кейін уже менде жемен успех бола бастады. 300 мың деген кезде чектарда қиналмай келіп жатыр да. Осы менде болды байқаған. Күшті. Значит, осы екеуін, значит, үнемі күшейтесіз. Осы екеуінде тереңдейсіз және күшейтесіз ғой. Үнемі. То есть бағаны өсіруден қорқпайсыз, бұдан кейін де. Қазір мынандай болып тұр да, Әсия ханым, сізде ошибка ше, бір ақша, қайсына ақша келе берсе де ала беріп отырсыз да. Олай емес. Четко жүйе жоқ болып тұр. Вот мен сізге ұсынған терапия, болды, қазір тек қана фокус терапияға болады. Сосын сол терапияда мынаны менторлықты сатам, болды, фокус менторлықта ше. Құлайсыз бір күні. Если фокусың жан-жаққа шашырап, анаған жете алмай қаласыз. Сосын бір нәрсе айтып кеткен, осы жерде есімде тұрған кезде энергияға байланысты сіздерге тоже арнайы сабақ өткім келген, бүгін келді сондай ше. Сіздерге қазір күшті келе жатырсыздар ғой, бірақ энергия жетпей қалып жатыр да. Мысалы, чуть-чуть Дәурен мырзаға деген сияқты, Әсия ханым сізге де, может, ертең байқалады ол. Барлығына жан-жаққа жетпей қаласыз. То есть, мынандай, Алла тағала бізге каждый день энергия береді. Ұйықтап, оянған кезде, иә, әл-қауи, күш құдірет беруші. Я, окей, таңертең тұрдық, ол энергияны неге жұмсап жатырмыз, қайда жұмсап жатырмыз? Не үшін берді ол энергияны? Бірінші әлемге қызмет ету үшін берді ма, или өзіңе қызмет ету үшін берді ма, саған берді ма? Өзімізге қызмет ету үшін бірінші. Маған. Вот. Осыны ұмытпаймыз. Окей? Сізге берілген энергия, то есть энергияңыз тасып кетті ма, ау-мау эмоциональный нәрселерге жұмсамаймыз. Ананда үлгеретін сияқтымын, мынанда үлгеретін сияқтымын, әлемнің бәрін сияқтатын сияқтысын. Күйге түспеу. Сондай, мен өзімнен де қатты байқалып қалатын сондай. То есть, ақшалар түскен кезде көп энергия болады ғой негізі. Иә. Барлығына үлгеріп кету керек сияқты, сондай күйге түсіп қаласың да. Мощный энергия болып тұрады, поток энергия келген кезде сол энергияны Жанар ханым, энергиямен интернетіңіз қатып жатыр ма? Әсия ханым солай ма тоже? Жанар ханым қатып қалды жаңа. Иә, менде де солай. Ендеше. Айта беріңіз. Есімді. Вот
м, то есть ақша келген кезде энергия, мощный энергиямен келеді, энергия поток болады негізі. Сол моментте ақшаны қыспай либо ақшаны шашпай, эмоциональный покупкалар, эмоциямен ау мау, то есть бір адам жай тегін нәрсе сұрай салса да соны ей бүйтіп жасасайшы деп энергия шашып кетпеңіздер. Энергия сізге келген не нәрсеге, бағанағы тело, разум, душа ма, болды, қатып қалған, соны күшейтіңіздер, энергияны күшейтетін нәрсеге салыңыздар. Сізге поток энергия келген кезде ақша потогы келіп тұр негізі. Қазір Әсия ханым, сіз сондаймен жүрсіз. Мощный энергияңыз көтеріліп кетті да қазір. Ана мысалы фатиха сүресін оқыған кезде, осы есімдерді айтқан кезде әр есімнің өз Алла тағала мощный энергия бөліп қояды. Әр есімді жүрекпен зікір етсеңіздерші, энергия поток бөледі, сенім бөледі сіздерге ше. Вот сол моментті сізде қатты байқалып жатыр да Әсия ханым. Өзіңізге жұмсаңыз максимально ше. Максимально жұмыс жасап қалу керек, бірақ шашырамай өзіңізге, телаңызға. Вот главный сол үшеуін қатты орындай беріңіз, күшейтіп ше. Тело, разум, душа. Тело, разум, душа деп. Не қылып тұр тело? Йогаға, не знаю, который уже андай сізде уже 3 ай қалды ма, дайындық бастауыңыз керек қой, который отырып тұру деген сияқтылар, жеңілдету деген сияқтылар ше. Сондай нәрсені бастағыңыз керек ма, сондай бір нәрселер жасау керек та. Не қалайсыз үшін телаңызға? Сол нәрсені ұмытпаңыз деп жатырмын да. Пятницаға массажға жазылып қойдым. Тоже өзім кәдімгідей шаршап кеттім да, фокусым сіз айтқандай жан жаққа шашыраққа тренинг па тренинг, терапия деп шашырап жатыр да, нақты фокус болмайды. Bir жағынан 1,5 миллионға да сатқым келеді, адамдарды алғым келеді, энергиям жетпей жатыр. Маған 12 сағат, күндізгі 12 сағат маған аз сияқты өзіме. Солай да көрініп жатыр. Сонымен пятница бүкіл шаруаны ысырып қойып, сол массажға жазылып қойдым. И соны арнайы айту. Техника, который сату техникасын біреу сіздерге айттым ғой, колесо баланса деп. Вот колесо балансамен жүріңіздер, яркость жизніңізді. Сіз үшін дәл қазір яркость жизни не болып тұр миыңызға? Просто мен макбукты бүгін тастап кеткенмін ғой, поэтому презамен шыға алмай тұрмын. Ескертіп бердім ғой. Вот қазір біз Аралдамыз да, Нуса Пенеда деген ана тау бар ғой, самый главный Балидағы ше. Бәрі баратын, сол жерге келіп едік. Вот бір күнді жариялайсыз. Сіз құнды болуыңыз керек та. Колесо баланса, ол главный құндылығыңызды, тұлғалығыңызды көрсетеді деп айттым ғой. Вот мен массаждамын. Бүгін мен күнімді тек қана сондайға арнаймын. Ешкімді терапия, біреу ақша төледі екен деп, мен терапия жасап отырмаймын. Бүгін тек қана сондай күн. Терапияға оплата жасайсыздар, күтесіздер. Өте құндысызсыз. Вот әлемді құтқарамын деп, кішкентай бір энергия берсе Алла тағала сізге, әлемді құтқаруым керек деп, ол ақша төледі ғой, ойбай, оған тезірек беруім керек деп оны құтқармаңыз, өзіңізді құтқарыңыз. То есть мына нәрсені естеріңізге сақтап алыңыздар, да жазып алыңыздар. Сіз біреуді құтқарам деген кезде, Алла тағала, жаным, сен емес оны құтқаратын, сен өз-өзіңді құтқарып ал дейтіндей сізге бір оқиға беретін болады. Сізге энергия берді өзіңді құтқару үшін, өзіңе қызмет жасау үшін бірінші. Полный бак болу керек қой, сіздерді түсіндіріп, полный бак энергияның ше. Вот сол үшін ғой. Энергия важна. Не үшін бұны айтып жатырмын? Өйткені дәл қазір менде де сондай болып кетті да. Балидан бір шәкіртім келіп кетті, ана жақта тағы Бали, то есть разбор өтіп жатырмын, чтобы Балиға 10 эксперт тағы да қабылдау үшін ше. Еще мына жақта
Жанар ханым, қат қалдыңыз. Дәулет мырза, сізде қатып қалды ма? Менде бәрі қатып қалды ау деймін. Әсия ханым, сізде істеп тұр ма? Әсия ханым. Дәурен мырза, Ау, сізде істеп тұр ма? Что-то Жанар ханым істемей тұрған сияқты. Менің дауысым естіліп тұр ма? Әсия ханым. естілдіңіз. Жанар ханым шығып кетті ғой деймін, Шығып кетті. Ага. Интернет ұстамай тұр ғой деймін, кажется. Ол кісі осы тұрыптамын деді, иә? Мгм. Екеуміз сөйлесе тұрайық онда. Қалай сатып отырсыз, Әсия ханым? Маған ақыл сатқаныңыз ше? 600 мың теңгеге капец. Мен офлайн түрде қабылдап жатырмын адамдарды. Разбор ма? Терапияға келеді. Терапиядан кейін сразу бөлдарын ашып беремін. Осылай сізге ары қарай жұмыс жасау керек. Өсемін десеңіз келіңіз деп. И кейстарымды айтамын. Кейс көп шынында. Соларды айтамын, и сразу жақсы дейді. Айдың 15-ін жазып қойшы, июньнің ортасында жазып қойшы деп 20-30 мың оплаталар жаймен түсіп жатыр. Соны енді деген, так, маған сіздің запуск докторға дейін өзіңіз істедіңіз ба? Ана дизайнмен. Прям күшті істеген екенсіз. Иә. Маған соны Дизайнермін ба? айтты. Я, дизайнерсіз ба? Иә, Бәсе, бұрынғы прям ше. күшті. Адам қызығатындай. Алдында кіріп шықтым, иә, күшті екен. Иә. Мен Соны запуск енді кино маған, сияқты көремін ғой. маған енді сондай кейстарды сөйтіп қою керек екен. Сіз Все. сөйтіп қаншадан сізде? Келісеміз ғой. Келісеміз ба? Айтсаңызшы, бағасын келсе. Бетіне қарай ғой, бетіне. Просто кейстарды андай А точка, Б точка деп маған ана не закрепкеға қоятын. Иә. Сондайда мен өзім канвадан келістіре алмадым. Мен уақытым жоқ, нудный жұмыс қой канвада деген. Айтпаңыз. Шаршап кетем. Иә. Канва қалды ғой қазір. Соны мен Терапияңыз қанша теңге сессия сіздің? Терапияңыз қанша? менің негізі бір айлық терапиям 300 мыңға көтердім. Сонда сізге терапияға 300 мыңға келіп, дальше неге кете ма сонда? Менторствоға, иә. Күшті. Менторство 1,5 миллион. Енді 1,5 миллионға көтергеннен кейін, соответственно, терапияда қымбат болу керек қой деп ойладым. Иә, дұрыс қой. Сіз қанша психологты шығардыңыз? Мен біреу ғана. Біреу ғана. Маған ұсыныс сондай вебинармен сату ше. 3 мың теңгеден жинайсың, сосын барып бәріне сабақ бересің деп. Күшті. Бірақ білмеймін, бірақ маған ол воронка ұнамады. Маған да ұнамайды вебинар. Слишком күрделі ғой. Сосын офлайн түрде